Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен магазиннің шырынынан 1000 есе артық өте дәмді болып шығатын пайдалы табиғи таза өріктің шырынының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге өрік керек болады. Менде шамамен 4 келінің үстінде өрік бар. Өріктен көріп тұрғандай қатты езіліп кеткен. Кез келген өрікті пайдалансаңыз болады. Өріктерімізді дұрыстап тұрып суға жуылғаннан кейін арасындағы дәндерінен ажыратамыз. Міне өріктерімізді тастарынан тазалап ажыратып алдық. Енді еттартқыштың көмегімен өріктерімізді езіп алатын боламыз. Егер сізде блендер болатын болса, блендердің көмегімен езіп алсаңыз болады. Міне біздің езбеміз дайын болды. Енді қазір қайнатуға басқа үлкендеу ыдысқа ауыстырамыз. Езбемізді шамамен өлшеп алыңыздар. Қазір 2 есе су құятын боламыз үстіне. Мысалы, сіздің езбеңіз 2 литр болып шыққан болса, үстіне 2 есе етіп 4 литр салқын су құятын боламыз. Енді жақсылап тұрып, сумен араластырып алуымыз керек. Бәрі біркелкі масса болады. Міне енді согымызды осылай илектен өткізіп алуымыз керек болады. Мейлінше үлкендеу илек болғаны жақсы. Жылдамырақ өткізу үшін немесе мәрліден 2-3 қабат етіп өткізіп алсаңыз болады. Міне осындай жіп секілді өріктің арасындағы мәкіттері қалады. Бұларды бөлек ыдысқа салып аламыз. Сүзіп алған мәкіттарымызға кішкентай ғана қант салып, араластырып бір қайнатып алсаңыз, шайға дәмді варенье шығады. Міне бүкіл шырынымызды сүзіп алдық. Енді жай отқа қойып, өрік шырынын қайнататын боламыз. Бетіне шыққан көбіктерін міндетті түрде алып тастаймыз. Өрік шырынымыз қайнап шыққанға дейін араластырып тұратын боламыз. Жаймендеп және де қайнап шыққаннан кейін шамамен 10 минуттай бұрқырап қайнауы керек. Согымыз дайын болды. Алдын ала стерилденген банкімізге құйып алатын боламыз. Менде 3 литрлік банкіге 200 грамм қант саламын, 1 кесе. Және де үстіне қайнап тұрған жаңағы согымызды құйып, қысқаға жауып алатын боламыз. Немесе қысқаға жаппай-ақ осылай суытып іше берсеңіз де болады. Біздің согымыз дайын. Міне бізде 4 литрдің үстінде сок шықты. Мен бір банка етіп жауып алдым. 3 литрлік банкіге қысқаға, ал қалғанын суытып ішетін боламыз. Банкімізді жапқаннан кейін ішіндегі қантын араластыру үшін осылай шайқаймыз. Міне достар, біздің шырынымыз дайын болды. Өрік шырыны өте дәмді болып шығады екен. Банкіде жабылған шырын қою болуы мүмкін. Қыста ашқанда, егер қатты қою болып жатса, үстіне қайнаған су құйып араластырып жіберсеңіз болады. Өте дәмді шығады. Достар, сіздерде де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер, өте керемет шығады. Менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.